Еліміздің, облыстың және қаламыздың биліктері коронавирус инфекциясының таралуы аяқталуы үшін барлығын жасауда. Пандемияның аяқталуына үміттері негізінде ұжымдық иммунитеттің қалыптасуымен байланысты. Ол тұрғындардың 60%-ы COVID-19-ды қабылдамайтын болғанда ғана мүмкін болады. Ғалымдар қорғаныстың үздік әдісі деп вакцинаны санайды. Екпе нәтижесінде алынған иммунитет аурудан кейін қалған табиғи түрінен өзгеше. Соңғы зерттеулердің мәліметтері бойынша сауыққан адам 6-8 айдан соң коронавируспен қайта науқастануы мүмкін. Ал вакцина өндірушілері олардың препараты вирустан 2 жыл қорғайтынына сендіруде. Әйтсе де бұл жайлы сеніммен тек 2022 жылдың жазында айтуға болады. Десек тағы, Қазақстанда тұрғындарды COVID-19-дан кезеңмен вакцинациялау ақпанда басталды. Үкіметте жыл соңында 10 миллиондай азаматтарды вакциналау жоспарлануда. Жуық арада Ридзерге де вакцина келеді. Өз кезегінде денсаулық сақтау министрлігімен өткізілетін вакцинацияны ескерумен жарты жылдықтың соңына дейін эпидемиологиялық ахуалдың болжамы жасалған. Ведомство басшысы Алексей Цой ескергендей, көпшілік вакцинация, маскалық режим және әлеуметтік қашықтық елдегі эпидемиологиялық ахуалдың тұрақтануын қамтиды және оқшаулану мен карантинге альтернатива болады. Вот уже практически год, как население всего мира живет. Міне бір жыл болды, бүкіл әлем COVID-19-дың пандемияның құрсауында өмір сүріп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлем бойынша 113 миллионнан астам коронавирус инфекциясының оқиғасы тіркелген. Өкінішке орай, 2,5 миллион адам үшін бұл індет өліммен аяқталды. Және әрине, коронавирус инфекциясы диагнозын ең алғаш анықтап қоя бастаған кезден-ақ әлем ғалымдары оған қарсы вакцинаны ойлап зерттей бастады. Қазіргі таңда әлемнің көптеген елдерінде қолданыла бастаған вакцинаның бірнеше түрлері өңделіп шығарылды. Біздің республика аумағында 1 ақпан 2021 жылы вакцинациялау кезеңі басталды. Ресейлік өндірістен шыққан вакцинаны пайдалануда. Біраз еске салайын. Вакцина тегін салынады. Осал топ тұрғындар үшін. Оларға кәсіби қызмет кезінде індет қауіпті жоғары болып саналатын медицина қызметкерлері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері және ережемен бекітілген басқа да кәсіп иелері. Біздің тарапымызға тұрғындардан вакцинаның тиімділігіне, қауіпсіздігіне және неге тез арада өндіріліп шығарылғанына қатысты сұрақтар көп түсуде. Ескере кету керек, ресейлік өндірістен шыққан вакцина адамның кез келген қарапайым вирусты жұқтыруына қатысты зерттеліп, ғылыми негізде дәлелденіп шығарылған. Бұл мыңдаған жылдарда жай суық тиюді туындататын вирустар. Қандай да бір жағымсыз салдарының жоқтығын 250-ден астам клиникалық зерттеулер дәлелдейді. Нақ осы аденовирустық платформа негізіндегі зерттеулер. Ресей Федерациясының медико-биологиялық агенттігінің басшысы бұл вакцина британдық, оңтүстік африкалық, яғни мутацияланған күйде пайда болған вирустарға да төтеп беретінін ескеруде. Сонымен қоса, Спутник V вакцинасының күштілігін клиникалық зерттеулер 91% дәлелдеген. Қазіргі таңда Ресейдің өзі 5 миллионнан астам адамға осы екпені салған. Ал Қазақстан Республикасының аумағында 33 мыңнан астам адамға екпе салынды. Бұл вакцинаның тиімділігін әлем бойынша тапсырыс жасаған елдердің саны жағынан алған екінші орны дәлелдейді. 45 елде ресейлік вакцинаны сатып алып қойған. Бұл көпті сөз етеді деп ойлаймын. Вакцина 2 кезеңмен салынады. Бірінші кезеңінде антиденелердің аз ғана саны өңделеді, екіншісінде адам ағзасын вирустан қорғау қабілеті жоғары компоненттерді өңделеді. Вакцинация жеңіл және ауыр жағдайлардан қорғайды. Жуық арадағы уақытта Ридзерге Қарағандылық фармацевтикалық кешенінің өнімін әкелуді күтудеміз. Қарағандылық фармацевтикалық кешенінің вакцинасы Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы аумағында да тексерілетін болады. Сапасы және қауіпсіздігі бақыланады. Біздің емдеу мекемеміз вакцина қабылдауға дайын.